финалдық жекпе-жегім оңай болған жоқ. Өзіміздің Нұрстан бауырымыз өте жақсы көретін бауырлардың бірі. Аға ретінде мені өте қатты сыйлайды. Мен оны іні ретінде өте жақсы сыйлаймын. Жекпе-жек өте тамаша, тартысты, таза бокс болды деп ойлаймын. Енді бабым мен бағым қатар шауып, жеңіске мен жеттім. Енді Нұрстан бауырыма келесі жарыстарда шын жүректен тілектеспін. Бұйырса тек қана биік тұғырдан көрсін, әлем олимпиада чемпионы болсын, чемпиондарымыз көп болсын. Мен оған қызғаныш көзбен қарамаймын, бір салмақтан оған кейін келелеспін. Кім болса да қазақтың намысын абыроймен қорғаса болды. Аллаға шүкір жеңіске жеттім. Енді бұл жерге бірінші келген басты мақсатым осы 55 килограмм салмақта, жаңа салмақта чемпион атанғым келген. Сол мақсатыма Аллаға шүкір жеңіске жеттім. Осы чемпион болуыма себепші болған өзімнің жеке бапкерім, отбасым, мені үйде тамашалап жатқан, дұғада болып жатқан анамның дұғасы арқасы, сосын келіншегім, одан кейін осы ағаларымның қолдауымен жеңіске жеттім. Және де арнайы демеушілік танып жатқан Қайрат ағама үлкен алғыс айтқым келеді.